тиктокта, инстаграмда шулатқан бота Мия еркебұланмен кездесіп жүр және кездесті. Тіпті гүл алып, қаншама сақина, неке жүзік барлығын тартты. Бірақ бұл нәрсе жай ғана реклама екен. Реклама үшін бота Мия осымен неше бір жігітпен кездесіп, қол ұстасып, тіпті бірге жүріп, бірге жүретіндей, бір квартирада тұрып деген секілді өзінің сондай бір стильдегі рекламасымен елді таңғалдырып, тіпті неше бақыт тілеп, барлығын жасап тастап едік. Бірақ ол барлығы қате екен. Оказывается, Еркебұлан Тоқтаровтың өзі сұхбат берді, өзінің қолдаушылар оқырмандарына жазды, айтты, бота Миямен ешқандай байланысы жоқ, тіпті өзінің болашақ жары да емес, жай ғана гүл сататын, букет сататын, яғни бутикті жарнама үшін ғана осындай нәрселер болған екен. Бірақ түсінбедім, сторисінде Еркебұланды қолдап, Еркебұлан мен сені қолдаймын, мынау деген сияқты өзіне тіпті стилист киіміне тіктіріп, екеуінің бір керемет жұп сияқты барлығын көрсеткен. Алайда барлығы жалған екенін жаңа ғана біліп жатырмын және ренжіп қалдым. Неге олай етеді? Реклама үшін әр жігітпен. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл дұрыс па?